Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Көп вақтыңызды алмайтын, жасалу жолы оңай, Франция елінің тартатен деп аталатын алмалы бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Дайын ыдысымызға 250 грамм ұнымызды саламыз. Оның үстіне 70 грамм сахарный пудраны саламыз және шым-шым тұз себеміз. Және салқындатылған 150 грамм сары майымызды салып, вилканың көмегімен ұсақтатылған крошка жасаймыз. Содан кейін бір жұмыртқаны салып, араластыра отыра қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Бізге осындай 2 пергамент қағаз қажет. Оның біреуін осы видеода көрсетілгендей ас жағына жаямыз. Оның үстіне дайын тестімізді қойып, екінші пергамент қағазын осы тесттің үстіне жабамыз. Оқтаумен қамырымызды 27 сантиметр болатындай қылып ысып аламыз. Тестіні ысып болғаннан кейін тоңазытқышқа 30 минутқа қойып аламыз. 1,5 килограмм болатындай алманы алып, сыртын жақсылап тазартып, әрбір алманы 4 бөлікке бөліп шығамыз. Дайын алмамызға жарты лимонның соғын сығып құйып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сковородкаға сары майымызды ертіп, оның үстіне алмамызды салып, араластыра отыра 10 минуттай қақпағын жауып тұқшыт етеміз. Алма дайын болғаннан кейін карамель жасаймыз. Ол үшін 150 грамм шекерге 30 мг суды құйып, баяу отта қоңыр түске айналғанша қайнатамыз. Қоңыр түске айналған кезде 80 грамм сары майымызды салып, араластыра отыра 1 минуттай қайнатып аламыз. Дайын болған карамельді кішкене суытып, 26 сантиметрлік формамызға құйып, оның үстіне алмамызды видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Алманың үстіне 1 шай қасық корица себеміз. Тоңазытқыштан тестіні алып, алманың үстіне жауып, видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Вилканың көмегімен бетін тесіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, алмалы бәліш дайын, дәмі керемет, иісі де керемет, өте жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған аягөз, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.